Мен сендерге таза су сеуіп, барлық арамдықтарыңнан тазарасыңдар. Мен сендерді барлық жалған тәңірлеріңнен арылтып, тазалаймын. Езекииль пайғамбар жазбасы 36 тарау 25 аят. Неткен ұлы қуаныш! Исаның киелі қанымен күнәміздің құнын өтеп, бізді күнәдан азат еткен Құдай киелі рухтың таза суымен барлық арамдықтарымызды тазартады. Барлық арамдықтарыңнан тазарасыңдар дейді Құдай. Сондықтан бұл солай болды да. Құдай ием, біз өзімізді таза емес екендігімізді түсінеміз, және бұған өкініп жылаймыз. Дегенмен, тазартқанымыздың дәлелін өз аузыңнан есту бізге сондай жұбанышты. Шіркін, осы айтылғандар тезірек орындалса ғой. Жаратқан ие бізді ең жаман күнәларымыздан азат етеді. Ол бізді сенімсіздік көрсетуден, жанымыз бен рухымызға қарсы шығатын дәни құмарлықтардан, шайтанның түрткі салуымен киелі атқа тіл тигізіп, нұқсан келтіруден бір жолата алшақтатады. Ол бізді осы дүниелік алтын пұттарымыздан тазалайды. Ол біздің жүрегіміздегі таза емес нәрселерге деген шектен тыс сүйіспеншілікті жояды. Осылайша жүрегіміздегі өзіміз Құдайдан көрген нәрселердің бәрі де жойылатын болады. Осының бәрін Құдайдың өзі біздің өмірімізге жүзеге асырғысы келеді. Сол себептен бұған негіз дәлел ретінде қарап, осы айтылғандардың орындалуын үмітпен күту қажет. Тазалау — бұл Құдайдың бізді жарылқауы. Ол бізбен бекіткен келісімін осылайша растайды. Ал бұл келісім барлық жағынан да берік сенімді, және біздің игілігімізге жасалған.